Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін беттегі қара daқты қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Сонымен қатар бетті ағартудың да жолдарын айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бетті ағарту терінің түсін біркелкі етіп, пигменттік дақтардан арылуға және секпілдерге ашық рең беріп, шаршаудан, стресстен, тітіркенуден және аллергиядан пайда болатын дақтарды кетіруге көмектеседі. Соған орай мен сіздерге сыртқы келбетіңізге күтім жасау үшін өзіңізге бірнеше минут бөліп теріңізді күтілген және әдемі етудің жолдарын ұсынамын. Байқасаңыз, пигментті дақтар әсіресе майлы бет терісінде жиі пайда болады. Неге? Бет терісі майлы болғандықтан оған қонған шаң, кір, терең тазаланбаса, теріні бүлдіріп, ол пигментті дақтың пайда болуына себеп болады. Сондықтан майлы бет терісіне ерекше күтім қажет. Мен сіздерге ас содасына маска әзірлеу үшін мынандай қарапайым әдісті қолдануға болатынын айтамын. Жарты шай қасық ас содасын алақаныңызға салып, 2-3 тамшы су тамызып езесіз. Ботқа тәріздес болған қоспаны бет терісіне тегістеп жағыңыз да 10 минуттан соң алдымен скраб ретінде оны жеңіл уқалаңыз. Содан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Бет терісін ас содасымен терең тазалаудан бұрын теріні су буына 1 минут булап жұмсартып алуды ұмытпаңыз. Немесе 2 ас қасық ұнға 1 шай қасық ас содасын қосып, шамалақ ыстық су құйып отырып араластырыңыз. Қою қаймақ сияқты болған қоспаны бет терісіне жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Сонымен қатар бұл бет тазарту маскасын аптасына 1 рет қолданғаның үшін. Одан жиі қолдансаңыз, бетіңіздің терісін қатты құрғатып жібереді. Сонымен қатар көз айналасы мен терісіне жақпағаныңыз абзал. Бет терісін ағартуға арналған айраннан жасалған маска. Бетіңіздің терісі ағарып, жұмсарып тазарғанын қаласаңыз, мына масканы қолданып көріңіз. Біраз қасық сүзбені 2-3 қасық айранмен араластырыңыз. Масканы бетіңізге жағып 15 минут ұстаңыз. Артынша жылы сумен жуып тастаңыз. Екінші тәсіл, 1 ас қасық ұсақталған ақ желкенді 2 ас қасық айранмен араластырыңыз. Масканы бетіңізге жағып 15 минут ұстаңыз. Достар, егер бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.